Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін сабақта біз адамдар мен өзен ертегісімен танысамыз. Бүгінгі сабағымыз су тіршілік көзі бөлімі бойынша бекітілген. Сондықтан біз алдымен суға байланысты сипаттамаларды есімізге түсірейікші. Су қандай болады? Ойланып көрейік. Үйренген, білген сипаттамаларды айтайық. Енді өзімізді тексеріп көрейік. Су қандай болады? Су мұздай, жылы, лас, таза, тұщы, дәмді, тәтті, мөлдір, салқын, ащы, пайдалы, суық болады. Ертегі адамдар мен өзен. Тақырып бойынша жаңа сөздермен танысамыз. Өзен, өзен, река. Дәмді, дәмді, вкусный. Асты, асты, снизу, под. Өзеннің асты, өзеннің асты. Дно реки. Көлшік, көлшік. Небольшое озеро, лужа. Айналады, айналады, превращается. Ренжиді, ренжиді, обиделся. Жаңа сөздерді қазақшадан орысшаға аударып көрейік. Өзен, айналады, дәмді, асты, көлшік, ренжиді. Өзеннің асты. Ал қазір, балалар, жаңа сөздерді орысшадан қазақ тіліне аударайық. Река, превращается. Вкусный. Снизу под. Небольшое озеро, лужа. Обиделся. Дно озера. Балалар, адамдар мен өзен ертегісін мұқият тыңдаймыз. Баяғыда өзен болыпты. Адамдар өзенге, өзен суың қандай дәмді дейді. Өзен рахмет дейді. Өзен адамдарға су береді. Ағаштар мен гүлдер су ішеді. Адамдар өзенді ластайды, қоқыс тастайды. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Өзен көлшікке айналады. Ол адамдарға ренжиді. Балалар, ертегіні өздігінен оқып шығамыз.
жаңа сөздерге назар аударамыз. Ертегі мазмұны бойынша жұмыс. Балалар, қазір назарларыңа суреттер ұсынамын. Осы суреттерге байланысты не айта аламыз? Ертегі мазмұны бойынша осы суреттерге байланысты қандай мағлұмат айта аласыңдар? Мына суретте біз нені көріп отырмыз? Әрине, ағаштар мен гүлдерді. Ағаштар мен гүлдер туралы ертегіде не айтылды? Балалар, бұл не? Осы суретке байланысты біз не айта аламыз? Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл не? Әрине, бұл суретте біз көптеген қоқысты көріп отырмыз. Ертегі желісінде осы қоқыс туралы қандай ақпарат болды? Адамдар ертегіде не істеді? Қандай әрекет түрлерін жасады? Бұл суретте нені көріп отырмыз? Осы суретке сәйкес не айта аламыз? Келесі тапсырмамыз оқиға желісін рет-ретімен орналастыру. Ертегі мазмұны бойынша суреттерді оқиға желісіне сәйкес рет-ретімен орналастырып көрейік. Балалар, бұл тапсырманы біз қаншалықты дұрыс орындадық? Суреттерді оқиға желісіне сәйкес дұрыс орналастыра білдік пе? Соны тексерейік. Әрине, ең бірінші біз өзеннің суретін қоямыз. Өйткені біздің ертегіміз былай басталады. Баяғыда өзен болыпты. Адамдар өзенге суың қандай дәмді деп айтады. Өзен адамдарға су береді. Ағаш пен гүлдер су ішеді. Адамдар өзенге қоқыс лақтырады. Өзен көлшікке айналады. Өзен адамдарға ренжиді. Балалар, осы ертегі арқылы біз өзімізге сабақ алдық деп ойлаймын. Өйткені су тіршілік көзі. Су бар жерде тіршілік бар. Сондықтан осы қағидаларды әрқашан есімізде сақтайық. Суды үнемде. Өйткені әлемде тұщы су аз. Қоқыс тастама. Қоқысты арнайы жәшіктерге сал. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.